Испанияның Андалусия даласында Сантьяго деген жас қойшы бала өмір сүрді. Ол қой бағумен айналысатын. Бірақ қарапайым өмір оны толық қанағаттандырмайтын. Оның жүрегі әрдайым алыс сапарларды, жаңа жерлерді армандайтын. Бір күні ол ерекше түс көреді. Түсінде ол Мысыр пирамидаларының жанында тұр екен. Ал баланың жанында бір бала пайда болып, егер осы жерді қазсаң, үлкен қазына табасың дейді. Бұл түс бірнеше рет қайталанған соң Сантьяго мазасыздана бастайды. Ол сыған әйелге барып түсін жортады. Әйел оған түсінің шын екенін айтып, қазынаны табу үшін Мысырға бару керек екенін айтады. Бірақ ол қазынаның бір бөлігін өзіне сұрайды. Сантьяго алғашында сенбейді. Бірақ оның өмірінде бір түрлі қария Мелхиседек патша кездеседі. Қария оған: әр адамның өмірінде жеке аңызы бар. Сенің аңызың қазына табу, дейді. Ол балаға белгілерді тыңдауды, жүрегін тыңдауды үйретеді. Сантьяго қойларын сатып, теңізден өтіп, Африкаға, Танжер қаласына барады. Бірақ ол жерде оны тонап кетеді. Ақшасыз жалғыз қалған Сантьяго қайтуға да, алға жүруге де қорқады. Бірақ ол түсінеді. Егер қайтса, өмір бойы арманына жете алмағанына өкінеді. Сол сәттен бастап ол шын мәнінде сапарға шыққанын сезеді. Ақшасыз қалған Сантьяго кристалл сататын саудагердің дүкеніне жұмысқа тұрады. Саудагер өте тұйық, үнемі өткен өміріне өкініп жүретін адам еді. Сантьяго оған дүкенді жақсарту идеяларын ұсынады. Текшелерді тазалау, тауарларды жақсы орналастыру, шөлдегі саяхатшыларға шай сату. Осылайша дүкен табысты бола бастайды. Саудагер байып кетеді. Бірақ әлі де бақытсыз. Ол бір кезде Меккеге баруды армандағанын, бірақ қорыққандықтан бармағанын айтады. Сол жерде Сантьяго үлкен сабақ алады. Кейбір адамдар арманына жетуден емес, арманы орындалғанынан қорқады. Бір жылдай жұмыс істеп, қайта ақша жинаған соң, ол қайта жолға шығуға шешім қабылдайды. Ол керуенге қосылып, Сахара шөлін кесіп өтеді. Жолда ағылшын ғалыммен танысады. Ол алхимияны зерттеп, ұлы ұстаз алхимикті іздеп жүрген еді. Сантьяго өмірінде тек кітапқа емес, өмірдің өзіне де сену керектігін түсінеді. Шөлдегі ұзақ жолдан кейін керуен үлкен оазисқа келіп тоқтады. Бұл жері шөл ортасындағы тіршілік мекені. Пальмалар мен құдықтар, шатырлар мен базарлар орналасқан тыныш аймақ еді. Бірақ тыныштық тек сырттай ғана болатын. Айналада тайпалар арасындағы соғыс басталуы мүмкін деген қауесет тарағандықтан керуендер бұл жерде біраз уақытқа тоқтауға мәжбүр болды. Сантьяго алғаш рет ұзақ уақыт бір жерде қалды. Ол күн сайын базарға барып, адамдарды бақылап, шөлдің үнін тыңдауды үйренді. Сол жерде ол Фатима атты қызды көрді. Ол су алуға келген еді. Сантьяго оны көрген сәттен жүрегінің дүрсілін сезді. Фатима өте сабырлы, дана әрі қарапайым еді. Ол шөлде өскен, шөлдің заңын жақсы білетін қыз болатын. Сантьяго оған өзінің арманы Мысыр пирамидаларындағы қазына туралы айтты. Көп адамдар мұндай әңгімеге күлген болар еді. Бірақ Фатима күліп емес, түсініп тыңдайды. Ол: шөлдегі әйелдер ерлерінің арманымен өмір сүреді. Егер сен өз жолыңнан бас тартсаң, мен сені құрметтей алмаймын, дейді. Бұл сөздер Сантьягоға үлкен рухани күш береді. Ол махаббат адамның жолын бөгемейді, керісінше жолын ашатынын түсінеді. Бір күні ол оазисті аралап жүріп, ерекше белгі көреді. Екі қыран құстың шайқасы. Сол сәтте оның жүрегінде соғыс басталатыны туралы сезім пайда болады. Бұл белгі оған өте анық көрінеді. Сантьяго бұл белгіні оазис басшыларына жеткізеді. Олар алғашында сенбейді, бірақ сақтық үшін дайындық жасайды. Көп ұзамай жау тайпалары шабуыл жасап оазисті басып алмақ болады. Бірақ оазис халқы дайын болғандықтан шабуылды тойтара алады. Осыдан кейін Сантьягоны пайғамбардай құрметтей бастайды, ал сол жерде ол алхимикпен алғаш рет жүздеседі. Алхимик қара шапан киген, ұзын бойлы, өткір көзді жұмбақ адам еді. Ол көп сөйлемейтін, бірақ әр сөзі терең мағыналы болатын. Ол Сантьягоға: сенің қазынаң алтын емес,
сенің қазынаң өзіңді табу жолы, дейді. Олар бірге шөлді кесіп өтіп, Мысырға қарай жолға шығады. Жол бойы алхимик оған өмірдің жасырын заңдарын үйретеді. Әлем бір тұтас тірі организм. Адам жүрегі табиғатпен сөйлесе алады. Белгілерді оқу ең үлкен білім. Алхимик Сантьягоға алхимия туралы айтады. Қара металды алтынға айналдыру емес, адамның жанын желдірдіру нағыз алхимия. Бір күні оларды жау әскерлері ұстап алады. Алхимик жау басшысына, бұл бала 3 күнде желге айнала алады, дейді. Жау күліп, бірақ қызығушылықпен оларды бос қалдырады. Егер 3 күнде бұл дәлелденбесе, екеуін де өлтіреміз, дейді. 3 күн бойы Сантьяго шөлге қарап табиғатпен сөйлеседі. Ол күннен күш сұрайды, желден еркіндік сұрайды, құмнан шыдамдылық сұрайды. Соңғы күні ол өзін әлемнің бір бөлігі ретінде сезінеді. Жел көтеріліп, құм дауылы басталады. Жау әскерлері қорқып, Сантьягоны босатады. Бұл сәт оның рухани оянуы еді. Ол енді тек қойшы бала емес, әлемнің тілін түсінетін адамға айналды. Ұзақ жолдан кейін олар Мысыр пирамидаларына жетеді. Сантьягоның бала кезден армандаған жері дәл осы. Ол пирамидалардың көлеңкесінде тұрып, көзінен жас шығады. Ол түстегі жерді тауып, қаза бастайды, бірақ дәл сол сәтте қарақшылар келіп оны ұстап алады. Оларды қазына қызықтырмайды, тек алтын іздеп жүрген ақымақты мазақ етеді. Қарақшылардың бірі күліп, мен де бір рет түс көрдім. Испаниядағы бір шіркеу түбінде үлкен қазына бар деп, бірақ сонша ақымақ емеспін, дейді. Бұл сөздері Сантьяго үшін найзағайдай әсер етеді. Ол түсінеді. Оның қазынасы бастапқыда Испанияда, өзі ұйықтайтын шіркеудің түбінде болған. Сантьяго қайта Испанияға оралып, сол жерді қазады. Ақыры ол алтын, күміс, асыл тастарға толы сандықты табады. Бірақ ол үшін ең үлкен байлық алтын емес еді. Ол сапар барысында өз қорқыныштарын жеңді, махаббатты түсінді. Әлеммен сөйлесуді үйренді, жүрегінің үнін тыңдауды үйренді. Ол қазынаны алып, Фатимаға қайта оралуға шешім қабылдайды. Өйткені оның шынайы қазынасы Фатима мен оның арманы еді. Адам кейде қазынаны табу үшін бүкіл әлемді аралайды, бірақ қазына әрқашан өз ішімізде, немесе бастапқы орында жатады. Жол мақсаттан маңызды, арманға сенген адамға бүкіл әлем көмектеседі.